Жер бетінде бәрі оқығыш, бәрі әулие, білгіш бәрі шетінен. Кере жоқ ондай. Біткенде бүйту керек, сөйткенде сөйту керек деп. Işte қате жіберді. Қазақ тілі келмейді, жаңадан үйреніп жатыр. Сол біздікілер бәрі шетінен. Кеше өзің жүріп тұрғызған ұмытып қалдың ба? Бізді кеше арақ ішкендер өзі ұмытып қалды өзі. Біреуге ақыл үйретіп, өз спортсмен бандит болған баяғыда, адам өлтірген. Автоматпен атқан адамды. Оны ұмытып қалды. Қазір тұрып алып тұрып, астағфирулла, кредит харам деп, өз кредитпен көтерілген өзі, бәрі біледі оны. Кредит алып, әбден қазақты сорып бітіріп, коррупционер болып, бүгін тұрып алып, мешітте уағыз айтып, басты қатырады. Басында қатырма. Аға, жақындарымыз намазға келу үшін қандай дұға айтса болады дейді. Алла! Алла! Осы бауырым, Қайрат, Майрат, Шерхан, кім атын айтасына соған туралық берді дұға қыласын. Сізге қай уақытта балға болады? Келе бер. Ұлым жасы 4,5-да сүндеттесе бола ма? Болады. Зікір салауатты ерінді қимылдатпай ішімнен айтсам болады ма? Қалай айтқан жақсы? Болады. Зікір салауатты сол айтасың. Қимылдатпай, іш жеріңді қимылдатпа. Көзіңді да қимылдатып, бүйтіп, алартып, бүйтіп керек жоқ. Іш жеріңді қимылдатып, құлағыңды қимылдатсаң, қимылдатып аласың ба? Осылай қимылдат. Басқа ештеңе істеме. Керек жоқ. Тұрып алып, қолыңмен бүйтіп алып, саусағыңмен бүйтіп, аузыңды жыбырлатып керек жоқ. Тыныш отыр. Іш жеріңді жыбырлатпа. Жүрегіңде болса болды. Түске дейін түске кіретін жайлы айтып кетіңізші дейді. Мысалы жылан, мысық сияқты дейді. Енді әрқайсысы сәл жақсы көрілмейді, бірақ ол бір бәле болады деген сөз емес. Бір мысық көріп қойсаң, ойбай, бір бәле келеді, бір нәрсе көрсең біреу өледі, біреу тісің шықпаса тағы да біреу өледі, анау ауырып жатыр, точно өледі-ау. Соны күтіп жүреді, что-то өлмеді бүгін, қашан өледі, мен тісімді түсіп еді деп. Жоқ, қой андай. Әулие болмай-ақ қойғандай. Астанада болсаңыз қалай мешітке келесіз? Мешіттен ұлымды сүндетке отырғыздық. Әке-шешемізге үйге шақырып Құран оқытсақ бола ма? Мешітке 100 адамға оқытуға шамамыз келмей отыр дейді. Неге 100 адамға оқытасың? Қаяқтан шығардыңыздар осында? 100 адам, 200 адам, 500 адам шақыр, 50 адам шақыр. Өзің ақ семьяңды оқи бер, болды. Оны жариялап не керегі бар? Болады. Әке-шешеңізге Құран оқытып үйде оқыта беріңіз үйіңізде. 1 адам, 2 адам, 3 адам жағдайға қарап, 100 адам шақыр, 500 адам шақыр деген жоқ жаным. Түсімде Қағбаға барайыншы деп дұға тілеп, машалла. Ертесі бірден барыппын, машалла. Аллаға шүкір айтып отыр екем дұғам. Бір тілегіңе жетесің, иншалла, сол қажылыққа да барасың. Ақа, жақындарымыз намазға келу үшін қандай дұға айтса болады? Қазақша айта бер, Алла, соларға туралықты бер, атын айтып тұрып саған дұға қылы. Сонымен өзіне барып айтпа, мен саған дұға қылғам, мен саған дұға қылып отырмын деме. Прямой өзің жасай бер. Білдіртпей жаса. Ең дұғаның үлкені қайсы дейді? Захири дұға. Сыртынан жасаған ғайып дұға. Сыртынан бүйтіп естіртіп, Қайрат, Майрат демей-ақ, прямой-ақ өзің Құдайға прямой айтып тұр. Әр балаңызды айтып тілеңіз. Мамалар, әкелер, қыздар, әр қызыңызды, әр балаңыз тілеңіз. Құдайым, осы қызымның жолын аш, баламның жолын аш. Баламның жолын ашатын өзі емес, балаңның жолын атын қатын ашады оның. Бір жынды есалаң қатын алса, сол жындымен бірге жынды болып кетпесін балаң. Сондықтан екеуі бір салихалы болсын. Алла, қызым жақсы бір жерге бағашылып тұрмысқа шықсын. Әйтеуір байға тиісін емес, бір дұрыс жерге тықсын, қызыңды ұрмасын, соқпасын, қызыңды малай қып жұмсамасын, тепкілемесін, қадырын түсірмесін. Осындай алақанына салатын ерді нәсіп ет. Де, содан кейін өзің күйеуіңді алақаныңа сал бірінші. Содан еркек болсаң өз әйеліңді сал, қадірің біл. Содан кейін барып сенің қызыңның да жолы ашылады. Қызың Құдайдан сұрағаныңды қайтейін, өзің аманат қылып берген әйелінің бытшын шығарсаң, ол қызыңның жолы ешқашан ашылмайды. Әкелер қызының жолын қыздың анасына қарау арқылы ашасыздар. Бәріміз ана Құдайдан қызым күшті жерге барсын, бай жерге барсын дейсің ғой. Өзіңнің әйеліңді аяққа таптасаң, қалай сенің қызыңның бағы ашылады? Ешқашан ашылмайды. Өзіңнің келініңді аяққа таптасаң, әйеліңді, сен келіннен жарымайсың ешқашан. Әйеліңді қорғысаң, тура содан өткен есалаң келеді отбасыңа. Соның өшін алып береді саған.
Сол екеніңге күніңді сүмірейтіп қаратып қояды Құдай. Бейшара болып өтесің өмірден. Сондықтан соның қадіріне жет. Сол қасыңдағының қадіріне жетсең, мына жақтан Құдай берері болады. Ойындарға ставка, Ф-мен жазылмайды, В-мен жазылады, ставка болады. Ставка тігетіндерге бір батыл ой айтыңызшы өтініш. Харам. Қандай түріне тіксе де, қандай футбол болсын, қандай ойын болсын, крокодилдердің төбелесі, тауық пен ешақтың төбелесі, мысық пен иттің төбелесі, қандай ставка тағы да, лотерей, казино, бәрі харам. Тапқан ақшаң харам. Тесіп шығады бір жеріңнен. Ұстаз, мен намаз оқымасам да, салауат күнде айтуға болам, айта бер, аузың еркін ғой, демократия. Өсек айтқанша, өтірік айтқанша, Қарақалпақстанның флагын қарап отырсам, сенің флагыңда жаңағы кім еді ана президенттерің? Мирзиеев па? Соны жамандағанша, одан кейін барып жаңағы анау бұрынғы қайтыс болып кеткен Ислам Әбдіғаниевич Каримовты марқұмды жамандағанша, лучше бір нәрсе айтқанша, лучше салауат айта бер. Жақсы болады. Жаман сөз аузыңнан шыққанша жақсы сөз шықсын. Ұлт пен ұлтты жамандама, ұлт пен ұлтты жарастырушы бол. Бір-бірлеріне жамандау емес, бір-біріне жақындататын адам бол. Ассаламағалейкум ұстаз. Кеше бір ұстаз айтып жатқан естім. Ғұсылда аузы мұрнын шаюды ұмытып кетсе де, кейін шайса болады дейді. Сол гәп дұрыс па? Мысалы, жарты сағаттан кейін болады. Не болады? Аузың құрғақ бола ма не? Тенен құрғамай тұрып шаю жоқ, болады. Мысалы, патыр-пұтыр жуынның суық. Аузын шайына өтіп кеттің. Соның барын, что-то аузым шайған жоқпын деп, шайып ал, болды. Ол одномоментно шайылуы шарт емес. Біздің ханафи мазхабында шарт емес. Сондықтан нормально кейін шая берсең болады. Дұрыс. Біздің ұстаздарда қатырады, сондай моментте шығарып, елдің есін аударып, сондай нәрсені шығаруға құмар. Ұстаз, баламды сізге апарып тілін тартып бере аласыз ба? Тартып бере алам, алып келіңіз. Баламды, так, оны айттық, ортада бала болмаса ажырасу дұрыс па? Жоқ. Бала шарт емес өмірде болуы. Шарт емес. Неге оқымайсыз дейді? Оқыдым ғой. Пайғамбарымыздың өмірін тыңдауға қалай қарайсыз? Күшті қараймын. Просто тыңдағаннан гөрі соны кіргізіңіз өміріңізге. Не істеген, не айтқан соны өміріңізге кіргізіңіз. Күйеуім қанша көп жұмыс істесе де бәрібір бұйырған рызығынан аспайды дейді. Сол рас па? Жоқ. Адамның еңбегіне қарай, әрекетке қарай, берекет деп қазақ қысқаша айырған. Ниетті дұрыстау керек дегенді қалай түсінеміз? Постоянно ниетті сөйлеп аласың. Мысалы, бір нәрсе істеп жатырсың да, кейде адам үшін болып кетеді бізде ше. Мысалы айтайық, бір ас беріп жатсың, мысалы түсінікті айтайын, содан өзі шығарып аласыз. Мысалы ас беріп жатсыз, жүгіріп жүрсіз, жағымпазданып, құдалар келді, молдалар келді, мына жақта әулиелер келді, сұмдықтар келді. Бәріне жүгіріп, ризастырма дегенде өзің ойлайсың, астағфирулла, мен адамдарға жағынып кеттім ғой, қой дейсің да, қыблаға бұрылып кішкене отырып, астағфирулла, ей Алла, осының бәрін нәсіп еткен саған шүкір. Мынаның бәрі сен үшін. Сен болмасаң, сен осыны нәсіп етпесең, мен істейтін едім, мені кешір деп ниетті түзетіп аласың. Осыны ниет жаңарту дейді. Постоянно істеңіздер осылай. Ей Алла, Құдайға шүкір. Мына бала шаға бердің, қараш. Аман есен бала бердің. Е Алла, қандай мемлекетті бердің, тәуелсіздіктің арқасы. Мына кешегі футбол тәуелсіздіктің арқасында болды. Тәуелсіз болмасаң, мемлекетіңе ешкім келмейді. Еліңде соғыс болып быт-шытымыз шығып жатса, ешкім келмейді Қазақстанға. Мбаппенің суретін көресің тек қана болды. Сондықтан Құдайға шүкір, тоба, осы тоған шүкір қылайықшы, Алла, осыны күтті қыл. Ана жаман, коррупция, бір бәле деп оттап жатыр ғой. Ана молдандай, ана ондай КНБшник деп мен де оттап жатыр бәрі. Соларға, сондайларға тыңдамай, Құдайға шүкір, мемлекетім бар, елім бар, тоба. Құдайға шүкір, бұдан да жақсы қыл елімді. Құдай, міне осыдан болады жақсылық. Отырып алып, жамандап, шұқып, ана соғыс қыламыз, бүйтеміз, көтерілеміз деп, көтерілмек тұр, штанын көтеремей қалады олар. Штанын көтеремей қалады. Отырған унитаздан тұрамай қалып жүрмесін. Мемлекетті көтеремін, забастовкаға көтерем дегендер. Бүйту керек, сөйту керек дегендер унитаздан тұрамай қалады. Отырған орнынан жабысып соған. Сондықтан олай жақсы емес. Одан кейін дінмен алыспаңыздар. Ешқашан дінмен, иманмен, исламмен алыспаңыздар. Ол адам, ол пенде, бірақ онымен жауласпаңыздар. Ол жақсы қалып келмейді. Ана хиджабпен алысқандардың біраз қаңып кетті жұмыстан. Қаңып кетеді. Алланың дініменен, исламменен, орамал менен, сақал менен алысқандардың түбі жақсы болмайды.
сәлеметсіз бе? Қайда кетті? Тіл тарту деген не? Тіл тарту деген сөйлеу мәтіндерді сөйлеуге бір әрекет жасап, ана астын массировать етеді, ол бөлек, оның дұғасы бар. Жақсы, мен ана неке күтіп отырған еді. Жастардың некесін қиып берейін. Құтты болсын, қазақта той болсын, қуаныш болсын, жастар үйленсін, қуанышқа жетіңіздер, жақсы сөз жарым ырыс, жақсылыққа ұмтылайық, жақсылықты үміт қылайық, жақсылықты мақсат қылайық. Құдай соған баршаларыңыз жеткізсін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.